бірақ енді точно мына бидан айырылады адамдардан. Перезап қарашы. Мына лейс та, лейс болсын, қайсы осындай мына кириешки, чипсы деген нәрселердің барлығының құрамында глутамат натрия деп жазылып тұр. Глутамат дегеніміз ана китайская соль дейміз ғой, осы ең зиянды. Мынау адамның көзінен кетеді және миынан кетеді. Ертең күні нан жей беретін болса, есте сақтау қабілеті төмендейді, концентрациясы төмендейді. Жалпы вообще жей беретін жағдай болатын болса, былайша айтқанда альцгеймерға ертерек жетеді. Есте сақтау қабілеті вообще болмайды. Адам ессіз адам, ол адам емес қой. Былайша айтқанда. Міне, қай жақта жатыр, түбі. Келін болып піскенше деймін да, для меня тоже было как бы нормально, чипсы есть, кола дегендей, шоколад есть деген сияқты. И мен осы семьяға келгеннен кейін түсіндім, зиянды заттардың барлығын түсіндім де, и маған өте повезло былайша айтқан кезде, что балаларымды мен қазір туғаннан бастап дұрыс тамақтануға барлығына үйретіп келе жатырмыз. И мен де ойлаймын да, Алланың өзінің планы ғой, может мен арқылы вот сізді жіберіп, чтобы басқа вот қоғамға соны жеткізу үшін сондай болған шығар. Енді барлық адам бұл өмірге просто келмейді ғой, значит солай Құдай өзі бізді қосып, былайша айтқан кезде вот қоғамның тәрбиесіне үлесімізді қосу үшін осылай бізді жіберген шығар деп ойлаймын. Все не просто, все не случайно. Мынау енді өте зиян. Мынау мысалға құрғақ сүт, пальмовое масло, куда не шло, да? Әйтеуір организмде бір кезде шығып кетер.